Сәлеметсіздер ме ата-аналар? Сонымен интенсив сабақтың 3-ші күніне келіп жеттік. Енді қандай тақырыптар талқылаймыз? Жаратылыс заңына сәйкес үйлесімді даму деген не? Ата-ана бала дамуына аз уақыт бөлу арқылы көптеген нәтижелерді қалай алуға болады? Табысқа жеткізетін 6 дағды, сезім мүшелерінің дамуы, жеңіл оқудың айсбергі және баланы мектепте қалай жеңіл оқуға дайындауға болады деген тақырыптарды талқылайтын боламыз. Жайғасып отырып алыңыздар. Жалпы үйлесімді даму деген не? Үйлесімді даму бұл бақытты балалық шақ және талантты балалардың дамуы. Егер сізде қалай баланы дамытамын деген сұрақ туындайтын болса, сіз үйлесімді дамудан бастауыңыз керек. Бір жақты дамуға көңіл бөлу керек. Жан-жақты дамудың 6 түрі бар. Бірінші физикалық даму, сенсорлық даму, эмоционалды даму, интеллектуалды даму, рухани даму және әлеуметтік даму. Ата-ана білу керек негізгі білімдер. Егер балаңыздың бақытты, табысты, сенімді, саналы болғанын қаласаңыз, физиология және психологияны білуіңіз міндетті. Келесі талқылайтынымыз сезім мүшелерінің дамуы. Суретте көріп отырғандарыңыздай, бала 5 сезім мүшемен есту, көру, дәм сезу, сипап сезу, яғни 5 түрлі сезім мүшемен ақпаратты қабылдайтын болады. Осы сезім мүшелері жақсы дамитын болса, миды жақсы дамитын болады. Мына суретте көріп отырғандарыңызда 2 бала бар. Бір бала ерте дамумен айналысқан, екінші бала қалыпты дамуда өскен. Дұрыс дамуда өскен бала кез келген ақпаратты анық еститін болады. Яғни сезім мүшелері арқылы келген ақпараттарды тез өңдейтін болады. Ақпаратты қабылдайтын каналдары ашық болады. Ал екінші қалыпты дамуда өскен бала бір шардың ішінде жүрген сияқты болады. Өмір бір кедергілер болып тұрады. Сенсорлық даму баланың қаншалықты көруі, естуі, айналадан келген ақпараттарды сапалы өңдейді, осылардан тұратын болады. Яғни сенсорлық өңдеуі жақсы балалар қолмен жұмыс әдеттерін жақсы жасайтын болады, әлеуметтік ортаға тез сіңісетін болады, оқуда зейін бөлетін болады, өзін-өзі басқаруына көп көмегі болады. Мен осы жерде өз балам туралы айта кетейін. Мені ол 4,5 айында еңбектеп бастады. 6 айында уже на четверенькіға еңбектеді, 10 айында уже таза жүріп бастады. 1 жастан бастап дербес тәуелсіздікке үйрене бастады. Өзі маған көмектесіп басуда жылады, өзі қазір 2 жастан асты өзі киінеді, өзі шешінеді, өзі тамағын жейді, концентрациясы да жақсы, отырып кез келген уақытта өзіне бір тапсырмаларды тауып алады, ойнайды, зейіні жақсы. Мына суретте көріп отырғандай, адамның бойында 6 функциясы бар. 3-еуі сенсорлы және 3-еуі қозғаушы функциялар. 3 сенсорлы көру, есту, сипап сезу, осылар жақсы дамыған болса, қозғаушы функциялар жақсы дамитын болады. Яғни жүру, жүгіру, сөйлеу, жазу деген сияқты қасиеттері жақсы дамитын болады. Табысқа жеткізетін 6 әдет. Суретте көріп отырғандай қимылы дұрыс болса, тілдік дамуы дұрыс болса, мануальды дамуы дұрыс болса, визуальды дамуы дұрыс болса, естуі, тактильді сипап сезуі дұрыс болса, ойлаймын, сіздің балаңыз уже гений. Енді баланы қалай мектепте жеңіл оқуға дайындауға болады? Мынау суретте көріп отырғандай айсберг. Осы суретті міндетті түрде жаттап алыңыздар, көздеріңіздің алдында мәңгі тұрсын. Яғни мектепке барарға дейін осы айсбергтің астындағы бөліктерін дамытып баруымыз керек. Сонда бала мектепке барғанда еш қиындықсыз жеңіл оқитын болады. Үй тапсырмаларын жеңіл жасайтын болады. Ешбір қиналмайтын болады. Егер сіз балаңыздың ерте дұрыс бағытта дамығанын қаласаңыз, жауапты ата-ана болсаңыз, біздің курсқа қосылыңыз. Осы 3 күн сабақ бойы мен сіздерге өзімнің білгенімнің жалпы осы бағдарламаның
95%-ын аны бере алдым. Өзімнің тәжірибеммен бөлістім сіздермен. Қалған 95% ақпаратты мен өз курстарымда бөлісетін боламын. Мен сіздерге курс бағдарламасын дайындап қойдым. Курс жалпы 9 модульдан тұрады. Курсқа кіріспе, критикалық даму, интеллектуалды даму, эмоционалды даму, тәуелсіз самостоятельностьті дамыту, баланың ұйқысы, психологиялық және мінез-құлыққа байланысты сұрақтар, қосымша тамақ және емізу, және декреттегі ана. Декреттегі ана өзінің уақытын қалай тиімді өткізіп керек, осы курста осы тақырыптар қамтитын боламыз. Курс жалпы 3 пакеттен тұрады: стандарт пакет, премиум пакет және VIP пакет. Стандарт пакетке 9 модуль кіреді, премиум пакетке 9 модуль және қосымша материалдар кіреді, VIP пакетке 9 модуль, қосымша материалдар және менімен тікелей байланыста боласыздар. Енді курстың бағаларына келетін болсақ, стандарт пакетті 20 000 теңге қойдым, премиум пакетті 40 000 теңге, VIP пакетті 80 000 теңге. Мен сіздерді жақсы түсінемін. Барлығымызды үйде отырған анамыз, барлығымызға тиімді баға деп ойлаймын. Бірақ бала дамуына бұл 20 000, 80 000 шектелмейді деп ойлаймын. Себебі бала барлығымыздың өміріміздегі құнды байлығымыз. Баланың дамуына, іргетасын қалауына қазірден атсалысайық және дұрыс бағытта дамайық. Курсқа қатысу үшін мен сіздерге қазір реквизит қалдырамын. Және бізде Каспи рассрочкамен де төлеу мүмкіндігі бар. Яғни бала біздің болашағымыз болғандықтан, балаға инвестиция қоюдан ешқашан қиналмауымыз керек. Бала біздің болашағымыз. Сондықтан мен сіздерді курста күтетін боламын.